Америка Кошма Штатлары президенті Дональд Трамп Зеленскийнен субет вақтында Украинаға арби ярдымны тоқтатма қаймарыны бермегенні білдірді. О еткізулерінің кечіктірілмесінің себебіні Иран объектлеріне уджумлерден сон Пентагонның силаханелеріні тешкермек кереклігіні қайдетті. Трамп әксіретлі мұдафа табиатлы селаларының еткізілмесіні ғайрыдан башламаға сөз берді. Пентагон президенттен яны талемлер алғанны таздықлады. Егер Иран ОЗЕК программасыны фааллештірсе яда зеңгірлештірілген уранны ташып башласа, Израиль яны авиа уджумлеріні планлаштыра. Middle East Age-нің мәліматына көре, Иран-Израиль уджумлерінден сон өз абадан қорчалану системасына яныдан құрмаға тырыша. Хусусан Қытайның ер-ава ракеталарыны сатын ала. Ракеталар үшін Германиян төлей. Айны вақытта Иранның ава мұдафасы Израильның F-35 кібі земаневи ұшақларына қаршы семерлі олмаған деп танылды. Авропа бірлігі 19 миллиард доллар дефицитке малик олған Украина бюджетіні әжеле суретте малиетлештірмек үшін механизмлер қыдыра. Вариантлар арасында доғрыдан-доғры грантлар, бұйық еділік механизмы бастасынен келерлеріні беклемек, яда бұзлатылған Русия активлерінден келген келерлеріні құланмақ бар. Бұл сөветлер июльнің 10-11 күні Римде кечірілежек Украинаның яныдан құрылмасы бойынша конференция арфесінде шиддетленді. Бұл арада BlackRock компаниясы Украин фондына инвесторлар қыдырuvны тоқтатқаныны илан етті. Авропаның ән бұйық лиманы Роттердам, Русиянен дава чыққан вақытта арби юклер үшін ер айырып тұра. Лиман енді женг селаларына хавсыз бошатмақ үшін мақсус терминалларнен донатылған. Женг олғанда Лиман Антверпен бәрабер харекет етежек ве НАТО үшін логистик темин етежек. Голландия үкіметі де тек ермай мақсулыларыны дегілде стратегик ресурслар оларақ бақыр, графит ве литийны де топламаға чағыра. Русия хакимияты Байкал көлінің этрafındaki қорчаланған ерлерде біле орманларыны толысынен кесмеге имкан берген қанун лейхасыны таздықлады. Бұндан ғайры үкімет қорчаланған ерлерінің статусыны денештірмеге тырыша, юллар құрмақ, коммуникациялар ерлештірмек ве аттанда мезарлықлар қоймақ үшін. Бұ экологлар ве жымачылық тарафындан қатты реакцияға себеп ола. Журналистлерінің сөзлеріне көре, Сибирь орманлары еріне Қытай үшін таяқлар ве Рус аскерлері үшін мезарлар олачақ. Қазанда Русияның соңғы үжум ве разведка дроны Альтаир Америка МQ Reaper аналогы йықылды. О сынав ұшында идаре етмекні жойған сон мескен ерде йықылды. Дронның ағырлығы 6 тонна, қанатларының ұзынлығы 28 метр, 10.000 километрге же yol кече біле. Ресми версияға көре, дрон электрик линияларына урылған ондан сон йықылып янған. Хакиметінің мәліматына көре, ичбір түрлі яраланғанлар олмаған. Хабаровск шерінден келген Аэрохит Русия шіркеті Қытай компонентлерінден женг дронларыны сербест шығармаға башлады. Журналистлер дизайн ве шығаруда асылында Қытайлы Autel Robotics шіркеті ярдым етті деп таптылар. Бір айда 10.000-ге қадар дрон шығармақны көзде тұтауларының базалары әнді Херсон велетінде құланыла. Санкцияларға бақмадан ижбірлік кебен 24 сенесі яныдан башланды. Лейхаға етірімларының көлемі 7 миллиард рубледен зияде олды. Autel Robotics шіркеті Русиянен бағларына ресми оларақ редеті. Қырым татар сияси мабусы Арсен Абхаировны Чувашиядаки 9 санлы колонияға авуштырдылар. Санкидерсін Хизбут Тахрирде иштирак еткені үшін 10 жылға махкум етілді.
Да бір саяси мабысы Рустем Гугуриктің сағлық халы ағыр олғаны ақында да белі oldu. Onun eşituv kabiliyetlері dерлік бүтінлей жойыла ve çoktan çok hastalıkları бар. Ona tıbbi yardım gösterilmey.